Қыз көшеден өтіп бара жатып, күтпеген жерден мектептегі алғашқы махаббатын көрді. Ол батылдықпен оған қарай бет алды, бірақ ер адам бұрылып, оны мүлде байқамады. Олар бір-бірінің жанынан өтті. 4 жылдық құмарлықтан кейін қыз өзін ұстай алмай, артына қарады. Тек оның жанында басқа біреу бар екенін білді. 4 жыл бата алған сыныптастары да осы екеуін қол соғып, жігерлендіріп жатыр. Міне, солай. Ол толыққанды, бай, тірі қалған екінші ұрпаққа жатады. Бұл оған өте қызықты болып көрінді. Осы кезде Джоджо мұғалімнің кабинетіне шақырылды. Мектеп бірнеше апта бойы көрші қалаға сапар ұйымдастырып жатыр еді. Ал мұғалім Джоджодан неге бармайтынын сұрады. Джоджо оның отбасы осы қалада тұратынын, сондықтан ол барғысы келмейтінін айтты. Содан кейін мұғалім Джоджодан неге асханада тамақ ішпейтінін сұрады. Джоджо түнде толық емес жұмыс істейтінін айтты. Қазіргі уақытта ол тәтесінің отбасында тұрады. Онда ол үнемі тәтесі мен немере ағасының қорлауына тап болады. Осының бәріне қарамастан Джоджо тек үнсіз шыдай алды. Бұл арада Сонг о көптен бері көрмеген ескі досы Хе Йеннің мектеп алаңында көп жылдар бойы күтіп тұрды. Хе Йен осы кезде аспан өзгере бастады. Сонг о мен Джоджо бір-біріне мұқият қарап, байқамай, олардың арасында кішкентай сүйіспеншілік дәні өсе бастады. Үйге қайтып келе жатқанда, қызыл бағдаршам күтіп тұрғанда, Сун Оха Йеннің жол жиегіндегі Джоджоға мұқият қарап тұрғанын байқады. Ол бірден көмекшісіне оның соңынан еруді бұйырды. Ол оның Хе Йенға ұнайтын қыз екенін айтты. Сонг О Хе Йеннан оны ұнатасың ба деп сұрады. Бірақ Хе Йен ұнамады деп жауап берді. Олар Джоджоны үйіне шығарып салып жатқанда, Хе Йен ашуланып, көліктен түсіп кетті. Сонг О оған жақындады. Ал Хе Йен оған Сонг О'дың жігіті бар екенін айтты. Сонг О абайсызда, сонымен не болды деп жауап берді. Осы ауыртпалықтардың барлығын ол көтеруге мәжбүр болды. Джоджоның жігіті Маркс оны интернет кафеге ойын ойнауға шақырды. Ақшаны үнемдеу үшін Джоджо Маркстен оның сонда екенін жасырды. Джоджо оған мұқият қарап, мен интернетке кірмеймін бе деп ойлады. Ол артына бұрылғанда, оның қайтадан ол екенін көріп, себебін сұрады. Сондықтан өз кезегінде мен де одан неге үйіне бармағанын сұрадым. Сосын телефонын суырып алды. Өзі үшін күтпеген жерден о қызды кішкентай аллеяға апарды да, одан сүйісуін өтініп, тікелей бірдеңе айтудан тартынбады. Джоджо оған бірден оның мінез құлқының оғаш екенін айтып, кетуге бұрылды. Ұлы о оны ұстап алып, неліктен толық емес жұмыс істейтінін сұрады. Джоджо ата-анасының қайтыс болғанын айтты. Сүйіскеннен кейін екеуі де біраз ыңғайсызданып қалды. Аллеяда найзағай ойнап, көп ұзамай жаңбыр жауа бастады. Джоджо ұлын жаңбырдан қорғану үшін аялдаманың шатырының астына сүйреп апарды. Олар бір-біріне қарап күлді. Джоджо тәтесінің азық-түлік дүкеніне қайтып келгенде, тәтесі оның кешігуіне байланысты $91 жоғалтқанын байқады. Тәтесі анасының қарызы бар екенін айтты. Қазірдің өзінде көптеген қарыздар болды. Ал Джоджо 11 жыл жұмыс істеді. Бірақ оның жартысын ғана төлей алды. Сосын тәтесі ренжігені анық, артына бұрылды. Маркстың жағдайына алаңдаған Джоджо өзін жайсыз сезініп, сабаққа кірісті. Сыныптастары сыбырлай бастады, және саусақтарын оған бағыттай бастады. Бұл оны алаңдатты. Ол телефонын тексергенде, біреу оның Суномен сүйісіп тұрған суретін түсіріп алып, оны мектеп форумында жариялағанына таң қалды. Үзіліс кезінде Джоджоның жігіті суретке түсіп, ашуланып, Сун оның сыныбына кіріп, оны қатты ұрып тастады. Ах Йен араша түсіп, оны тоқтатуға тырысты. Бірақ Сун оны ұрып соғудың сөзсіз екенін айтып, оны ұстап қалды. Кейіннен Хен ұлы оны мазақ етіп, оның ұлын қыздың кесірінен өз еркімен ұрып соғып жатқанын бірінші рет көргенін айтты. Бұл оның Джоджоны шынымен жақсы көретінін көрсетті. Екінші жағынан, Джоджо телефонын ашып, жігітінің төбелесіп жатқан видеосын көрді. Ол сол күні кешке жігітінің үйіне жекпе-жек залына барды. Ішіндегі шамдар жанбады. Оның жігіті Джоджоның не айтқысы келетінін болжап, бірден ештеңе болмағандай әрекет ететінін айтты. Содан кейін Джоджо телефонын алып, лафбол қолданбасын ашты. Ол 10 метр радиуста ешкімге ұнамайтынын көрсетті. Ол оған оны шынымен жақсы көрмейтінін айтты. Сыныпқа оралғанда, сыныптастары ол туралы өсек айтуды жалғастырды. Кенет Суно пайда болып, оның қолынан ұстап, таза ауа жұтайық, деді. Ол оның жұмсақ тұтқасынан ұстап, сыныптан шығып, басқа оқушыларды күлдірді. Олар кетіп бара жатқанда, Джоджо кенет тоқтап, ұлына қатты қарады да, оны сенімді түрде артқа тартты. Олар кетіп бара жатқанда, қол ұстасып, шәкірттерін сыбырлап артта қалдырды. Ғимараттан шығып бара жатып, Джоджо онымен о арманы ойнап жатқанын білгісі келді. Сондықтан ол өзінің лафбол қолданбасын ашты. Бірақ оны жақын жерде ешкім ұнатпайтынын білді. Көңілі қалған ол кетуге бұрылды. Бірақ о арманы оны тез тоқтатып, қолданбасын өшіргенін түсіндірді. Бір-біріне деген сезімін дәлелдеу үшін
о арманы оны ашық баскетбол алаңына апарды. Екеуі де бір уақытта лафбол қолданбаларын қосты және көп ұзамай Джоджоның телефонына сан О компаниясының лафбол сигналы келді. Сонг О Джоджоның телефонын тексермекші болған кезде, алыста тұрған Хай Ян оның экранын көріп, жағдайды түсінген соң, үнсіз кетіп қалды. Түскі ас кезінде Сонг О асханаға кіріп, Джоджоның немере ағасының қасына келді. Ол оның телефон нөмірін сұрауға келді деп ойлады. Бірақ оның орнына Сон О Джоджоның телефон нөмірін сұрады. Джоджо мектеп орындығында нан жеп отырғанда, күтпеген жерден Сун Одан хабарлама келді. Сол күні таңертең Сун Оджи өзінің махаббатының қоңырауын соққан кездегі қызықты сәтті есіне алып, бақыттың кенеттен келгеніне сене алмады. Сун О оған ақырын жақындап, оның хабарламасына неге жауап бермегенін сұрады. Ұялған Джоджо қашып кетті. Ал Сун О оның кішкентай фигурасының жоғалып бара жатқанын көріп, күле алмады. Сол күні кешке Сун О жұмыстан кейін Джоджоның артынан көлікпен келе жатып, оны автобуста ертіп, онымен бірге жүріп, жолда әңгімелесіп отырды. Сун О оның махаббатының қоңырауы күні бойы шырылдағанын білгісі келді. Біраз табандылықтан кейін Джоджо ақыры қолданбаны ашты және олардың махаббатының екі қоңырауы да бір уақытта шырылдады. Қатты қуанған Сонг О оның қолын толқыған баладай ұстады. Олар шынайы махаббаттарын білдіріп, ресми түрде жұп болды. Мектептен кейін олар жапырақтармен, көмкерілген жолдармен жүріп, өздерін қызықтыратын нәрселер туралы әңгімелесті. Со О кенеттен тоқтап, бұрылып, Джоджоны сүйіп, ұялшақ қызды толқытты. Содан кейін, мен бұл сәт мәңгілікке әдемі болады деп үміттенемін, деді. Сен мені қалай болса да тастап кете алмайсың, деді. Содан кейін, ол оны қатты құшақтады. Сонг О Джоджоны үйіне шығарып салғаннан кейін, оның кетіп бара жатқанын бақылап отырды. Дәл осы сәтте, Сонг оның артында Джоджоның немере ағасы Холми пайда болып, мен саған бірдеңе айтуым керек, деді. Джоджо күн сайын жасырын түрде мерзімі өтіп кеткен тағамдарды жейтіні белгілі болды. Джоджоның жүзінен күлкі кетпейтін және бай жігітіне ешқашан аяушылық білдірмейтін. Алайда, ұлы О оның ойын алаңында теңіз қырыққабатының мерзімі өтіп кеткен күріш орамдарын жеу үшін жиі жасырынатынын, ал басқа оқушылар асханаға ыстық тамақ ішуге баратынын білді. Ол бұл туралы бірдеңе істеуге шешім қабылдады. Келесі күні ол сынып жетекшісінен тамақ картасын беруін өтінді. Мәселені шешіп, оның қадір қасиетін сақтай отырып, мұғалім Джоджоға дұрыс тамақтануға және диетаны тоқтатуға кеңес берді. Ол сондай ақ оған алдағы мектеп сапарына дайындалуды еске салды. Джоджо күлімсіреп кетіп қалды. Асханада тамақ ішіп отырғанда, Джоджо мұның бәрі Сононың ісі екенін әлі білмесе де, Холми оған жалт қарады. Соны Джоджоның қасына барып, оған тамақ пен сүтін беріп, оған көбірек жеуді бұйырды. Осы тәтті жұпты көргенде, олардың айналасындағы сыныптастары қызғанышпен қарауға қарсы тұра алмады. Бірақ Джоджоның немере ағасы араласып, мектепте Джоджоның жүк тиеуші екендігі туралы қауесет таратты. Көп ұзамай барлығы Суноның тамағы үшін ақша төлеп жатқанын білді. Бұл Джоджоны кішкентай және кішіпейіл сезінді. Сүйген қызына жала жабуға шыдай алмаған соң, Сун О Джоджоның немере ағасына ашуланып, оның неліктен өсек таратып жатқанын түсіндіруді талап етті. Ол қисынсыз әрекет еткенде, Сун О кетуге бұрылды. Бірақ Холми оны құшақтап, оны ұнатқандықтан осылай істегенін мойындады. Алайда, Сун О оның нәзік сөздеріне көнбей, оған тек байлығы мен отбасылық жағдайына байланысты қызығушылық танытқанын ашық айтты. Джоджо осының бәріне куә болған кезде қорланған болмай кетіп бара жатқан еді. Оның әрекеті сүйіктісін ренжіткенін түсінген Суно кешірім сұрап, Джоджоның қолынан ұстап, кешірім сұрады. Жігітінің оның қадір қасиетін қаншалықты қорғағанын көрген Джоджо қатты әсер етті. Оны арт жағынан бақылап тұрған Ха Янг не болып жатқанын үнсіз бақылап отырды. Сол түні Джоджо үйіне қайтып, Гамидің ұлынан кек алуды жоспарлап жатқанын естіді. Ол телефонды алу үшін алға ұмтылды. Бірақ ол оған бар болғаны анасының көмегінің арқасында екенін және оның өмір сүріп жатқанын айтты. Және олар бергеннің бәрін пайдаланды. Ол ұлы О өзінің шын мәнінде кім екенін және оның бақытты болуға құқығы бар жоғын білсе, оны әлі де жақсы көретініне күмәнданды. Дәл осы сәтте Джоджо қарсы тұруға тырысқанда, кенеттен тәтесі пайда болып, оны ренжіте бастады. Оны алғысыз деп атады және оның ренжігеніне ешқандай себеп жоқ екенін айтты. Ренжіген Джоджо балалық шақтағы ауыр естеліктерге толы үйден жүгіріп шықты. Ол тынысы тарыла жаздағанша жүгіріп келе жатты. Ал өзін өте нашар сезінген сәтте ер адам, ұлы пайда болды. Ол әрқашан оның әлемінде өзін үмітсіз сезінген кезде пайда болып, оның қараңғы өміріне біраз жарық түсірді. Сол түні өз бөлмесінде Джоджо мен Сун О өз сезімдері туралы ашық айтты. О мойындады. Мен сені бірінші рет көргенде, мен сені керемет ата-анасы бар сүйіспеншілікке толы отбасында өстім деп ойладым. Өйткені сен өте көңілді болып көрінесің, деп жауап берді Джоджо. Ата-анам қайтыс болғаннан кейін мен көптеген азапты оқиғаларды бастан өткердім. Сол кездерде мен өзімді бақытты болуға, көбірек күлуге және қайғы қасіреттің басым болуына жол бермеу үшін мектепте көп жұмыс істеуге мәжбүрлейтінмін. Ұлым,
Егер біреу сені ренжітуге батылы барса, маған айт, деді. Джоджо күлімсіреп, оны тыныштандырды. Уайымдама, мен өзімді қорғай аламын. Келесі күні олардың сыныптастары сапарға аттанып, олар келгенде қуанып суретке түсті. Сон О мен Джоджо қол ұстасып, әдемі пейзаждар туралы әңгімелесті. Джоджо бұл жер туралы балалық шақтағы естеліктерін есіне алды. Олар бақшаларды аралап, бір-бірін жақсы көретін жұптар сияқты құпияларымен бөлісті. Кешке қарай сыныптастары өз бөлмелерінде отбасылық кешке жиналды. Бірақ Джоджо демалғысы келіп, оларға қосылмауға шешім қабылдады. Ол көрпесіз, жылусыз бос бөлмеге үнсіз кіріп кетті. Ол отырды да қабырғаға сүйеніп ұйықтап қалды. Түн ортасында Джоджо бір нәрсенің жанып тұрғаны есінен оянды. Кештегі шамдар көрпелердің бірін жағып, өртке әкеліп соқтырғаны белгілі болды. Дүрбелең басталып, барлығы қашуға асықты. Джоджо қауыстың куәсі болу үшін дәл уақытында келді. Ал өртті көру оның ата-анасының қайғылы қазасын еске түсірді. Қорқынышқа бой алдырған ол терезеге қарай жүгіріп барып, тұман сияқты оны барабанмен ұрды. Оның сыныптастарының бірі Маркс оны шақырды, бірақ ол әлі де есеңгіреп жауап бермеді. Содан кейін ол басқа терезеге жүгіріп барып, оны ашқысы келді. Ақыры терезені ашып үлгергенде, ол орнында қатып қалды. Оның ойлары өткенге сіңіп кетті. Ол біреудің атын атағанын естігенде ғана есіне түсе бастады. Оқиға орнына жүгіріп келген мұғалімдер мен оқушылар Джоджоның өрттен қаншалықты шошып кеткенін көріп, оның реакциясынан шошып кетті. Джоджоның өткені оның соңынан ерді. Ол кішкентай кезінде өрт кезінде ата-анасынан айырылды. Ол керемет түрде аман қалды. Бірақ ол жалынды көрген сайын осы қайғылы оқиғаны еске түсіретін ауруды дамытты. Оның жарақаты оны есінен танып қалды. Көбінесе ол өз әрекетінен бейхабар болды. Ол есін жиған бойда Джоджо азап пен дәрменсіздікке толы жерден қашып, құтылғысы келіп, тез қашып кетті. Ол бірінші қабатқа түскенде, оны іздеп келген Сон Оға тап болды. Оны көргенде, ол жылулық сезімін сезініп, жұбаныш іздеп, оның құшағына асығып бара жатқанда, оның бетінен жас ағып кетті. Менің жүрегім қатты ауырады. Ол менің мұнда қалғым келмейтінін мойындады. Өтінемін, мені осы жерден алып кет. Олар Сонг оның сүйікті мотоциклімен жолға шығып бара жатқанда, желдің олардың жанынан өтіп бара жатқанын сезіп кетіп қалды. Ақыры олар жағажайға жетіп, теңізге қарай бастады. Сон отбасының қиыншылықтары туралы айтып, ата-анасының оның өміріне немқұрайлы қарайтынын және тек басқалардың алдында қамқорлық жасағандай кейіп танытқанын түсіндірді. Олар таң атқанша мотоциклмен қонақ үйге қайтып келгенше түнді өз оқиғаларымен бөлісумен өткізді. Ал теңіз самалы оларды жеңілдік сезіміне толтырды. Джоджо өз ішінде терең бақытты сезінді. Сон О өзі жақсы көретін қызға қарау үшін бұрылды. Бірақ сол кезде мотоцикл қарсы жолаққа шығып кетті. Сон О көліктің жақындап келе жатқанын естігенде, ол басқа жолаққа ауыспақ болды. Бірақ тым кеш болды. Олар қатты соқтығысып, жол бойындағы шөпке лақтырылды. Джоджо күнді оятуға тырысты. Бірақ ол ауруханада есін жиған кезде, ол еш жерде көрінбеді. Ол дүрбелеңге түсті. Өйткені ол оған телефон арқылы жете алмады. Мектепте оқып жүргенде сыныптастарының арасында оның қонақ үйдегі оғаш қылығы туралы қауесет тараған болатын. Олар оны бақытсыздықтың белгісі деп атады. Хайен олардың қатыгез сөздерін естіп, ашуланып жарылды. Ол сыныптастарының біріне нұсқа байқайлады. Содан кейін Джоджо Хе Иннен Сонг О туралы сұрады. Сол күні кешке Джоджо Сонг оның үйіне көлікпен келді де Хе Иннің үйден шығып бара жатқанын көрді. Ол оны Сонг Оға апармақ болды. Бірақ дәл осы сәтте ата-анасы үйіне қайтты. Олар ары қарай не істерін білмей, көліктің артына тез тығылды. Джоджоға белгісіз, ол Сонг оның ата-анасының оның импульсивті мінез құлқын талқылап жатқан әңгімесін естіді. Олар өздерінің наразылықтарын білдіріп, егер ол отбасының беделіне нұқсан келтірмей әрекет ете берсе, оның Джоджоға деген сезімін елемей, оны шетелге қайтаратынын айтты. Мұны естіген Джоджо өзін ыңғайсыз сезінді. Өйткені ол Суноның өміріндегі қиыншылықтардың себебі болды. Суноның жағдайындағы өзінің күресі туралы ойлана отырып, ол оған деген сүйіспеншілік екеуіне де ауыртпалық әкелуі мүмкін деп қорқып, ақырындап өз уайымына батып кетті. Дәл осы сәтте ол Сонг О-ның келе жатқанын көріп, жүрегі дүрсілдеп кетті. Ұлы О оны көрді де, олар бір-біріне көз тастады. Екеуі де көп нәрсені айтқысы келді, бірақ неден бастайтындарын білмеді. Джоджо оның қолын ақырын түртіп, ауырып тұрсың ба, деп сұрады. Мен сені көргенде ғана емес, деп жауап берді. Сун О күлімсіреп. Сон оның жүзіндегі күлкі Джоджоны жүрегінің түбінде шешім қабылдауға мәжбүр етті. Ол Сон оның келесі күні мектепке қайта оралуы мүмкін екенін білгенде, ол күткен толқуды сезбеді. Оның орнына ол Сонг Оға үйіне тезірек баруын айтты. Сон О келісті, бірақ Джоджоның жүрегі ауырды. Қуаныштан емес,
азаптан. Ол ата-анасының сөздері мен олардың арасындағы керемет айырмашылықтар туралы естеліктерден арыла алмады. Жүрегінде ол өзіне өте қымбат балаға қарап шешім қабылдады. Балам, жоқ. Ол сүйген қыз одан бірте-бірте алыстап бара жатты. Оның кетіп бара жатқанын көргенде көзінен жас ағып кетті. Түннің бір уағында Джоджо еңкейіп, негізін қалаушы сыйлаған махаббат дабылы қалқанын ашты. Бұл қалқан іске қосылғаннан кейін, бұл оның жақсы көретін адамы енді оның махаббат дабылының дыбысын естімейтінін білдіреді. Оны әзірлеушіден басқа ешкім өшіре алмайды. Ол ұлын қатты жақсы көреді, бірақ оның жанында бола алмай, оған лайық емес екенін сезінеді. Олар әртүрлі әлемде өмір сүретін сияқты. Бірге өткізген уақыттары туралы естеліктер оның басына түскенде, ол дүкеннің бір бұрышына шегініп, шыдай алмай, ақырын жылап, өз шешімінің ауырлығын сезінді. Мектептің төбесінде Суно Джоджомен бетпе-бет келіп, оған немқұрайлы қараудың себебін сұрады. Джоджо онымен ажырасқысы келетінін айтады. Өйткені ол оқуға көңіл бөлгісі келеді. Балам, жалынып жалбарынып, оның қолынан ұстап алды. Джоджо қолын тартып алды. Енді бір-бірімізді танымайтындай кейіп танытайық, деді ол кетуге бұрылып. Ол оны мектеп асханасына дейін қуып жетіп, шарасыздыққа ұшырай жаздады. Оның ұлы күтпеген нәрсе, оның махаббат дабылы ғана шырылдап, барлығының көзінше мектептің жүрегін жаралайды. Оқушылар өсек айта бастады. Бірақ оның ұлы одан бас тартудан бас тартты. Хайен ұлының қаншалықты кішіпейіл болғанын көріп, оны үнсіз мектептен алып кетті. Мектептен кейін әр кеш сайын Джоджо үйіне қарай жүгірді. Әр қадам сайын оның қайғысы сейіліп кетеді деп үміттенді. Олардың соңғы кездесуі олар алғаш сүйіскен аллеяда өтті. Олардың неліктен ажырасып кеткенін тағы да сұрады. Ал Джоджо енді оны ұнатпайтынын айтты. Оны ұстап алып, сүйісу оны қайтадан өзіне ғашық ететінін айтты. Бірақ Джоджо одан аулақ болды. Қатты күйзеліп, шамадан тыс сүйіспеншілік кек алуға әкелетінін байқады. Ол Джоджоға оның бірте-бірте оны ұнатпайтынын көру үшін әрқашан махаббат дабылын қосуды бұйырды. 4 жылдан кейін Сун ақштан оралды. Ал Сеул ұлттық университетін жаңа ғана бітірді. Джоджо әлі де көп жұмыс істеп, университетке түсуге дайындық кезінде жұмысы мен оқуын теңестірді. Оқу ақысын үнемдеу үшін ол үйлену тойына ассистент болып жұмысқа орналасты. Ол үйлену көйлегін бағдаршамда жеткізіп жатқанда, бүгін қолданбаның іске қосылғанына 1530 күн болды, және бұл Рождество күні болды. Экранда Лавбол жарнамасы пайда болған кезде, оның логотипі аспандағы бұлттардың фонында пайда болды. Айналадағы адамдар телефондарын алып, бұрынғыдан да әдемі суретке түсе бастады. Онымен кездесу Джоджоны қатты толқытты. Дауыстап ойлана отырып, Джоджо біреу оған соғылып, шындыққа оралғанша бір орында тұрды. Ол өзінің ауыр қадамдарын телефонындағы махаббат дабылынан жақын маңдағы біреудің оны ұнататынын білдіретін хабарламамен үзу үшін ғана жалғастырды. Қарашы, Джоджо олардың өтіп бара жатқанын көріп, өзін бейтаныс адамдай сезінгенде, уақыт қатып қалғандай болды. Бала артына қарап тұрған таныс фигураны байқады. Содан кейін біреу ұлын шақырды. Ол бұрылып қараса, Джоджо сүйкімді қыздың оны құшақтап тұрғанын көрді, және олардың күлкілері оған қатты әсер еткен жақындықты көрсетті. Ол өкшесімен бұрылып кетіп қалды. Оның да махаббат дабылы шырылдады. Көлікте отырып, басын көтеріп қараса, дабылды қосқан оның жаңа құрбысы екен. Екеуі ақшта танысып, жақында Кореяға оралды. Көлікте оқтың арманы сүйіктісінің тамағына ақырын үрледі. Оның әрбір қимылы жылулыққа толы болды. Бірақ белгісіз себептермен оның құрбысы, оның Love Alarm қолданбасын ешқашан іске қоса алмады. Сол күні кешке үйге оралғанда, ата-анасымен бірге дастархан басында отырды. Олар іскерлік мәселелерді талқылауға құмар болды. Ренжіген ол, «Привет, Янг, кешкі асқа барайық», деп сұрады. Ол бұл үйде ешқашан жылы болмайтынына шағымданды. Олар қызықсыз нәрселер туралы айтпай-ақ бірге кешкі ас іше алмайды. Оның ата-анасы бір-біріне көз тастады, бірақ әңгімесін жалғастырды. Бұл ұлының бұрынғыдан да ашулануына себеп болды. Ол Хейен екеуі барға бет алды. Онда олар сусын ішіп, үйдегі шиеленісті атмосферадан аулақ болу үшін ұлдарға тән тақырыптарды талқылады. Бұл арада Джоджо әлі де тәтесімен бірге тұрды. Онымен уақыт өте келе араласу оңайырақ болды. Ол жүргізуші Лавбол қолданбасын талқылап жатқан телешоуды көріп отырғанда, тәтесі одан немере ағасына тамаға келуін өтінген. Қаланың арғы жағында оның немере ағасы Холми өзінің мәртебесін көтергісі келді. Ол соңғы 4 жылда макияжпен және фитнеспен макияж жасады. Бірақ барлық мүмкіндіктер әлі де оның назарынан тыс қалғандай болды. Ол қазір өз үйінде тікелей эфирде өнер көрсетіп, сәнге әсер етуші болуға тырысып, компьютердің алдында киімдерін көрсетіп, сенімсіз үнмен сөйледі. Джоджо тамақ беріп жатқанда,
Ол Голмидің компьютер экранында таныш жүзді көрді. Бұл кім? Деп сұрады Джоджо. Бұл Юк Джо. Деп жауап берді әйгілі сәнгер Голми. Ол қазір Сун оның сүйіктісі. Олар шетелде кездесті. Бұл жаңалықтан Джоджоның жүрегі дүрсілдеп кетті. Үрейленіп, ол үйден жүгіріп шығып, Голмидің сөзін есіне алды. Джоджо Юк Джо туралы армандаған күнін есіне алды. Олар күліп, құшақтасып жатқанда, ол тез телефонын алып, Юк Джо туралы ақпарат іздей бастады. Мен оның табысты компанияның бас директоры екенін білдім. Ол Юк Джоның профилін парақтап отырып, оның ұлы О екеуі бірге түскен суреттерін көргенде, Джоджо терең демалды. Осы уақытта Юк Джо ұлы О мен бірге сән көрсетіліміне дайындалып, соңғы үлгілерді талғампаздықпен көрсетті. Бұл екеуі, әрине, тамаша жұп болып көрінді. Дәл осы уақытта Джоджо оқудан үзіліс аламын деп кітапханаға тоқтады. Ол Хиеннің жақындап келе жатқанын байқады да, толқуды сезген соң, оны байқап қойғанын білмей, оны кездестірмеу үшін тез көзін төмен түсірді. Хиен, оның мазасыз қылығын көріп, оған жақындамауға бел буып, оның орнына жақын жерден кездейсоқ орын тапты. Хиен оны байқамады деп ойлаған Джоджо жеңілдеп, тайып кетуге мүмкіндік алды. Ол кітапханадан шыққан бойда, оны сыртта күтіп тұрған Хиенға тап болды. Көптен бері бір-бірімізді көрмедік, деді күлімсіреп. Оған жауап беруге мүмкіндік бермей, ол велосипедіне мініп, кетіп қалды да, Джоджоны таңғалдырды. Осы уақытта Сон О мен Юк Джо жоғары деңгейдегі іс-шараға, көпшілік баруды армандаған эксклюзивті клубқа келді. Бұл клубқа тек танымал тұлғалар мен кәсіпкерлер ғана кіре алады. Ал Юк Джо да, Сон О да сонда тұрақты келушілер болды. Ішке кірген Юк Джо өзінің жақын достарын бірден байқап, Сон Оны қалдырып, орын іздеп күтті. Ол отырғанда әйелдерге тартылғанын сезді. Ол телефонды тексеруге дайындалып, Юк Джо оған қосылып, оның мүмкіндігін ойнақы түрде алып тастаған кезде, қолданба арқылы жар табамын деп үміттенді. Оның құрбысы оның Рождествоға арналған жоспарлары туралы сұрады. Бірақ Сун О Хиенді оларға қосылуға шақыруды жоспарлап отырғанын айтты. Юк Джоның жүзі өзгеріп, ол мазақ етіп, Хиенға қыз табу керек екенін байқады. Әйтпесе Сун, оның жүрегі әрқашан оған тиесілі болатын сияқты. Хиенмен бірге. Осы кезде Сун, оның ойы Джоджоға қайта оралды. Ол Хиен кітапханада онымен күтпеген кездесуі туралы ойланып жатқанда, олардың бұрынғы байланысын есіне алды. Бұл жолы Хиен Джоджоға мойындауға бел буды. Ол енді бұл мүмкіндікті жіберіп алмаймын деп іштей ойлады. Анасы оны кешкі асқа шақырды. Бірақ ол өзін ақымақ сезінді. Ал оның жүзі махаббаттың артып келе жатқан толқуын көрсетті. Келесі күні кітапханада Джоджо бос орын жоқ екенін білді. Бірақ Хиеннің оған бір орын қалдырғанын байқады. Ол неге бұлай істегенін сұрау үшін оның қасына барды. Хиен күлімсіреп, сен шынымен неге екенін білмейсің бе? Деді. Ол ақыры Джоджоға деген сезімін мойындады. Джоджоның жауабын күтпестен, ол бұрылып кетіп қалды. Ақыры Хиен өзінің бойында ұзақ жылдар бойы сақтаған сөздерін айтты. Мен үйдемін. Сын О неге Хиен кітапханаға бару үшін ресми түрде осылай киінгенін сұрады. Хиен маңызды біреумен кездесіп жүргенін айтты. Бұл Джоджо деп жауап бергенде, Хиеннің жүзі байсалды болды. Мен оны әрқашан жақсы көретінмін. Сонг О не болып жатқанын бірден түсінді. Сонг Оға барар жолда естеліктер су астында қалды. Осы уақытта Джоджо кітапхананың сыртында демалып жатқанда, кенет оның махаббат абылының шырылдағанын естіді. Артына қараса, түс туралы да білмей кітапханаға келгенін көрді. Біз бір-бірімізді көрмегенімізге 4 жыл болған соң, түс туралы ең бірінші айтқаны, оған Хиенмен араласпауға кеңес беру болды. Ол ағасының осыдан 4 жыл бұрынғыдай азап шеккенін қаламады. Джоджо екіленді, бірақ одан әрі түсініктеме бермеді. Үйде Джоджо ашуланып, Голмайды күтіп тұрды. Голми Джоджоның барлық жинаған ақшасын алып, бұл ақшаны клубқа кіру үшін сыртқы келбетін жақсартуға жұмсауды жоспарлады. Содан кейін оқу материалдарын терезеден лақтырып жіберді. Джоджо өзін қатты күйзеліске ұшыратты. Ол шашыраңқы беттерді жинау үшін төменге түсті. Оның үстіне ауыр кітап құлап кете жаздаған кезде, Хиен оны келе жатқан соққыдан жасырып, ішке кіріп кетті. Бір ауыз сөз айтпастан, Хиен оған үнсіз қолдау көрсетіп, құлаған кітаптарды алуға көмектесті. Досының көңілі қалғанын түсінген Хиен оларды сыртқа шығу үшін өзен жағасына серуендеуге шақырды. Тек өз сезімдерің туралы айқайла, бұл көмектеседі деп жігерлендірді ол суды нұсқап. Джоджо терең дем алып, шетінен тұрып, салқын самал соғып тұрды. Көңілі қалғанын айтып, Хиен оның қасында тұрды. Джоджоны үйіне шығарып салғаннан кейін, ол оған ризашылығын білдіру үшін сусын берді. Келесі күні таңғы ас ішіп отырған Сун О Джоджоның хабарламасын көрді. Сол күні Сун О анасының үй қызметшісімен сөйлесуінен
Хе Йеннің кетіп бара жатқанын білді. Ол Джоджо жұмыс істейтін дүкенге жүгірді. Бірақ оның жабық екенін білді. Осы вақытта Джоджо Ха Йенмен кездесуге келіскен жерге қарай бет алды. Көп ойланғаннан кейін ол жасаған барлық істері үшін ризашылығын білдіріп, оған адал болуды шешті. Алайда ол махаббат қоңырауын орнатқанымен, ол оған қоңырау шала алмады. Ұлымен ажырасқаннан кейін ол енді ешқашан ешкімді жақсы көрмейтініне және болашақта да солай болатынына сенді. Янг оның сезімдері шынайы болғанша, бұл оған жеткілікті деп сендірді. Ол оның хабарламаларын елемеді ме, тастап кетті ме, тіпті одан бас тартты ма? Ол мұның бәрін қабылдайтын еді. Өйткені әрбір сәт ол үшін Джоджо туралы романтикалық естелік болды. Оның сөзіне қатты әсер еткен Джоджо оған өзінің махаббат қоңырауын соғуға рұқсат беруге келісті. Оның қуанышынан тыс, Хе Йен соңғы 4 жылдағы барлық қоңырауларды соғатынын ынтамен айтты. Ол оны велосипедпен айналып өтіп, бірнеше рет қоңырау соқты. Джоджо махаббат қоңырауы клубының мыңдаған мүшелерінің сезімдерін толық түсінбеді. Бірақ сол сәтте оның қоңырауын соғатын жалғыз адамның арқасында ол бақытқа деген үміт сәулесін сезінді. Бір күні кешке Джоджо үйге келгенде, ұлының оны күтіп тұрғанын көрді. Ол оны көру үшін күні бойы дүкеннің сыртында тұрды. Ол оған Ха Янг ұнайма деп сұрады. Ол өзіне күш салуға тырысып жатқанын айтты. Ол неге ол бар күш жігерін салатын адам бола алмайтынын сұрады. Джоджо сол кезде оның әлі жетілмегенін мойындап, кешірім сұрады. Ол ұлын ренжіткенін білді және бір күні қалқанын ажыратуға тырысты. Алайда, телефонын ауыстырғаннан кейінде ол оны өшіре алмады. Бұл жолы ол қалқанды өшіру үшін лафбол әзірлеушісімен кездесуді ұйғарды. Келесі күні Сео бақшада отырып, Хе жасты күтіп отырды. Ол Хе Йеннің қолындағы жалдау шартын көргенде, оның жүрегіне пышақ сұғып алғандай болды. Хе Сонг оның сезімін толық түсінді. Бірақ Джоджоға деген сүйіспеншілігін тоқтата алмады. Олар дауласа бастағанда, кенет Сонг оның махаббат қоңырауы соғылды. Бұл Юк Джо келді. Бұл Юк Джо Сонг оның бөлмесінде бірінші рет болды. Ол оның мектеп жылнамасын көріп, Джоджоның суретін байқап, оны кездейсоқ парақтап жіберді. Ол оның ұлы туралы айтып отырған қыз екенін түсінді. Осы кезде оғылы шырынмен бірге ішке кірді. Одан сұраудың орнына Юджио оған лафбол баспасөз конференциясының басталғалы жатқанын айтты. Лафбол іске қосу іс шарасында көшеде қолданбаға қарсы наразылықтар басталды. Көпшіліктің арасында қалған Джоджо іс шара өтетін жерге жету үшін күресті. Сәлем, Янг, компьютерінен тікелей эфирді көріп отырып, экранда Джоджоға ұқсас қолтаңбаны көрді. Бұл оның қауіпсіздігі үшін алаңдатты. Ол оқиға орнына асықты. Джоджо ақыры вестибюльге жетті. Бірақ ұлы мен оның жаңа құрбысымен бетпе-бет келіп, ыңғайсыз жағдайды шиеленісті тудырды. Джоджо кетуге тырысты. Бірақ бірнеше қадамнан кейін оның сүйіспеншілігінің қоңырауы соғылып, оны жақын маңдағы біреу ұнататынын білдірді. Ұлы одан 10 метр қашықтықта болды. Юк Джо Сонг оның құрбысы олардың өткенін біліп, жүрегінің ауырғанын сезді. Кенет Джоджоның махаббат қоңырауы қайта шырылдады. Бұл Ха Йен еді. Тұсаукесерде негізін қалаушы махаббат қоңырауының жаңа мүмкіндігін ашты. Болашақта сізге кім ғашық болуы мүмкін екенін болжау мүмкіндігі. Іс-шарадан кейін Джоджо негізін қалаушыға жақындап, оның махаббат қоңырауының брандмауэрін қалай өшіру керектігін сұрады. Ол білмей, ұлы әңгімені естіді. Бүкіл оқиғаны түсінген соң, ұлы Джоджомен бетпе-бет келді. Махаббат қоңырауынсыз сүю қабілетін жоғалтып алудан қорыққан Джоджо үрейленіп, одан қашып кетті. Содан кейін бұл көрініс университеттің асханасына жеткізіледі. Онда Хейн Джоджоның махаббат қоңырауын бірнеше рет соғып, айналасындағылардың қызғанышын тудырады. Ұялған Джоджо Хе Йенға отыр деп айтады. Хе Йен оған қуанышпен оның телефонының экранында пайда болғанын айтып, болашақта онымен не жақсы көретінін көрсетеді. Хе Йеннің қаншалықты сүйкімді екенін көрген Джоджо қуана жымиды. Кешкі астан кейін Хе Йен Джоджоны жалдамалы пәтеріне апарады. Ол оқып жатқанда Хе Йен оны камерасымен суретке түсіреді. Мұны байқаған Джоджо тағы бірнеше суретке түсу үшін ойнақы суретке түседі. Ол Джоджоны суретке түсіргеннен кейін Хе Йен де оны және екеуін бірге суретке түсірді. Екеуінің арасындағы атмосфера қыза бастады. Бірте-бірте жақындай түсті. Джоджо артқа шегініп, перделердің төмен түсуіне себеп болды. Жағдай ыңғайсыздана салысымен, Ха Йен оның басын ойнақы қағып. Екеуі күлді. Сол күні кешке Джоджо ыңғайлы дүкенде жұмыс істеп жатқанда, оның махаббатының қоңырауы соғылды, бірақ пайда болған адам бейтаныс адам болды. Ер адам кенеттен оның қолынан ұстап, оның комиксін неге әлі күнге дейін жаңартпағанын сұрады. Шошып кеткен Джоджо асығыс кетіп қалды. Бірақ ер адам оның артынан қуды. Қорқып, ол бұрышқа соғылды. Оның махаббатының қоңырауы қайта шырылдағанша, бұл Хе Йен болды. Жеңілдеп, ер адам әлі де қасында болуы мүмкін деп қорқып,
Хейен оны қасына апарды. Джоджо төсекте жатқанда, Хейен оның көзіне зақым келтіруі мүмкін деп қорқып, таңертеңгі жарықты өткізбеу үшін перделерді іліп қойды. Ол оның жалғыздығын байқады. Мүмкін олардың балалық шақтағы ұқсас тәжірибелеріне байланысты және оған тамаша серіктес болды. Джоджо оны ұнатпаса да, Хейен күтуге дайын болды. Кенет Джоджо оны артынан құшақтап алды. Келесі күні ұлы Джоджоға деген терең сүйіспеншілігін тағы бір рет мойындау үшін мектепке оралды. Олардың әңгімесін оқушылар тез жазып алды, және олар мұндай назар аударудан ыңғайсызданып, оқиға орнынан кетіп қалды. Көп ұзамай видео желіге тарап, интернет оны қатты сынай бастады. Хейен бұл бейнені де көрді және алаңдаушылықтан арылып, енді қызғаныш туралы алаңдамай, тек Джоджо туралы алаңдады. Джоджоның жақын досы Хейенға телефонын мектепте ұмытып кеткенін айтты. Бұл арада Сонг, оның қазіргі құрбысы, онымен қырғи қабақ соғыстың ортасында болды. Сон омен Джоджоның қатысуымен түсірілген видеоны көргенде, ол жылауын тоқтата алмады. Хейен дүкенге кіргеннен кейін де Джоджоны таба алмай, сол жерде Сон омен соқтығысып қалады. Хейен ашуланып, оның қасына барып, оны өзімшіл деп ұрып жіберді. Сонг оқ кері соққы берді. Бірақ соңында Хейен Джоджоны тапты. Ол ешқандай айып тағылмай, жақсысың ба? деп сұрады. Джоджо шыдай алмай, қорқынышын білдірді. Хейен үндеместен, оны жай ғана құшақтап, жұбатады. Кейінірек, үйге қайтып бара жатқанда, Джоджо Сонг оны қайта көрді. Ол өз ойын жинап, оған қасында болған сайын, оның басында тәртіпсіздік болатынын айтты. Бірақ бұл жолы ол бала кезінде, оның сезіміне қалай көңіл бөлгені туралы ойлауды тоқтата алмады. Ол оның қалай әрекет ететінін және оған зиян тигізетінін ойлады. Ол өзінің сүйіспеншілігінің қоңырауы енді ешқашан шырылдамаса да, қазір оның сезімі толығымен өзінікі екенін мойындады. Ұлы оны түсінеді деп үміттенді. Шаршап шалдығып, Джоджо үйіне қайтты. Хейеннің өзін бақытты етіп түсірген суреттерін көргеннен кейін ол шешім қабылдады. Ол жас кезінде Сономен қарым-қатынасын онша бағаламаған, бірақ қазір ол Хейенге деген сезімін толығымен ашқысы келді. Ол дереу оған хабарлама жіберіп, үйден жүгіріп шықты. Хейен оның хабарламасын алған соң, оған бірдеңе болды деп ойлап, үйден жүгіріп шықты. Ол тіпті велосипедіне де мән бермей, мүмкіндігінше жылдам жүгірді. Олар өте жақын болған кезде, Джоджо одан тоқтауын өтініп, махаббат қоңырауының қалқанын ашып, оның да оны жақсы көретінін көрсетті. Сәлем, Янг, мұны көргенде күліңіз. Сонг о қызды мыңдаған адамдар жақсы көреді, бірақ ол жігітінің жүрегін жаулай алмайды. Соған қарамастан, ол өзін сүюді тоқтатуға мәжбүрлей алмады. Бір күні Юк Джо кетуге бұрылып, ұлына бұдан былай осылай жалғастырғысы келмейтінін айтты. Ол біраз уақытқа кетіп қалады. Ал егер ол қайтып келгенше, ұлы оны әлі де жақсы көрмесе, ол бұл қарым-қатынасты үзуге тырысады. Бірнеше айдан кейін Юк Джо Кореяға оралады. Әуежайда ол теледидардағы жарнамалық бағдарламада әлі де эмоцияға толы түс көрді. Ол пәтеріне қайтып келгенде ештеңе өзгерген жоқ. Ол заттарын жинай бастады. Дәл осы сәтте бейне есік қоңырауы оның үйіне жақында келушілердің бейне жазбасын көрсетті. Оның таңғаларлығы, соны ол болмаған кезде оған күн сайын келіп, оның қашан оралатынын білмей, екеуіне де ойлануға уақыт берді. Юк Джоға ойлануға уақыт керек болды. Ал Сун оға да ойлануға уақыт керек болды. Ол екеуіне де ойлануға уақыт берді. Сун, енді ешқашан махаббат қоңырауын соқпауы мүмкін, бірақ ол ешқайда кетпейді. Ол Юк Джоның қасында болып, оның оны қабылдауын күтеді. Кездейсоқ Сонг қайта пайда болды. Юк Джо алаңдап, есікті ашып, айналасындағылардың бәрін іздеді, бірақ оны ешқашан көрмеді. Ол өзінің қиялы бар деп ойлаған сәтте, Сун қайтып келді. Ол оған сүйіспеншілігін білдіріп, жылы сөздер айтып, сен менімен бірге боласың ба? деп сұрады. Юк Джо сүйген адамына қолын тигізіп, оны құшақтап алды. Бұл ағайындылардың да өз сезімдері ашылып, бір-бірінен бата алып, жақсы көретін адамын тапқан сәттері болды. Екінші жағынан, Хейен мен Джоджо өсіп, өз тарихын өмір сүрген аралға келді. Мен барлық ғашықтардың бақытты өмір сүруін тілеймін. Шоу осымен аяқталады. Келесі тамаша оқиғада кездескенше.